Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ерекше болып, түрлі түсті болып жасалатын мантылардың рецептін ұсынамын. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Бұл мантылардың жасалуы өте оңай, ешқандай қиындығы жоқ. Бізге бар болғаны қамыр илейтін суымыздың түсін өзгерту. Сары түс шығу үшін біз асқабақты бұқтырып қоямыз. Жасыл түске шпинатты су араластырып бұқтыруға да болады. Қызыл түс шығу үшін қызылшаны микротолқынды пеште 8-10 минут аралығында пісіріп алдым. Дайын болған көкөністерімізді блендермен езіп шығамыз. Мантылардың қамырын жасау үшін бізге тек көкөністердің суы ғана қажет, мякоть керек емес. Сол үшін біз осылай видеода көрсетілгендей суын ғана тартып аламыз. Әрмен қарай тұзын қосып, дәміне қарай қамыр илейміз. Қамырдың барлығын бір салмақта 1 грамда тиімді етіп бөліп шықтым. Дайын болған қамырды жайып, салмамыз саламыз. Менде салмалы тартылған сиырдың еті, картоп және асқабақ. Бүгілген дайын болған мантыларымызды мантываркаға саламыз. Ыдысымызды майлап алуды ұмытпаймыз. Және де бұл буда піскеннен кейін беті құрғақ болып қалмас үшін мантыларымыздың бетінде пісте маймен майлап шығуды ұмытпаңыздар. Орташа отта мантыларымызды 45-50 минут шамасында пісіріп аламыз. Біздің мантыларымыз дайын, астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған арайлым. Видеоның соңына дейін менімен бірге болғандарыңыз үшін үлкен рахмет.